Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі дәрісіміз метрология, стандарттау және сапаны басқару пәні бойынша стандарттаудың заңнамалық және нормативтік негіздері тақырыбына арналады. Қоғамның дамуына сәйкес адамдардың атқаратын жұмыс түрлері де өзгеріп отырады. Бұл ертеде әртүрлі заттардың жұмысқа қажетті құрал-жабдықтардың және жұмысты атқарудың жаңа тәсілдерінің пайда болуына көрініс салып отырған. Сонымен бірге адамдар өз жұмыс нәтижелерінің ішінен қолдануға лайықты жақтарын таңдап алып отырған. 1999 жылы Қазақстан Республикасының стандарттау туралы және сертификаттау туралы заңдары қабылданды. Заңдар стандарттау саласында нормативтік құжаттарды әзірлеп шығару негізінде тұтынушылардың мүддесін мемлекет тарапынан қорғауға бағытталған шараларды айқындап берді. Қазақстан Республикасында стандарттау жүйесінің дамуының негізгі бағыттары мыналар. Бірінші, келісімге сәйкес мемлекет аралық стандарттау жұмыстарын дамыту. Екінші, Қазақстанның стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру жұмыстарын жеңілдету және жеделдету. Үшінші, міндетті түрде сертификаттауға тиісті өнімдердің, мысалы, көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік стандарттарын дайындауды жеделдету. Төртінші, ISO 9000 сериялы халықаралық стандарттарын қолдана отырып, елімізде сапа жүйелігін кеңінен енгізуді дайындау. Сол сияқты тағы басқалары. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңын қабылдағаннан кейін, ол заң 2004 жылдың 9 ноябрінде, яғни қараша айында қабылданған мемлекеттік стандарттау жүйесін реформалау басталды. Бұл жұмыстың 3 кезеңін атап өтуге болады. Бірінші кезең, алғашқы кезең деп аталады, ол 2005 жылды қамтиды. Мұнда мемлекеттік стандарттау жүйесінің Қазақстанның егемендік алғаннан бастап аталған заң қабылданғанға дейінгі жағдайын көрсетеді. Екінші кезең өтпелі кезең деп аталады. Бұл 2005-тен 2012 жылдарды қамтиды. Мұнда жүйе жұмысының құқықтық статусын мемлекеттіктен еркіндікке өзгерту үшін мемлекеттік стандарттау жүйесін ұлттық стандарттау жүйесі етіп қайта құру мәселесі қаралады. Үшінші кезең қорытынды кезең, яғни стандарттаудың ұлттық жүйесін қалыптастыруды аяқтау. Бұл жүйені мемлекеттік емес ұйымдар басқаруға тиісті және жүйе ерікті қолданатын ұлттық стандарттарға негізделеді. Яғни заңның ережелерін мемлекеттік басқару органдары меншігіне қарамастан шаруашылық іс-әрекет субъектілері және қоғамдық ұйымдар орындауға тиісті. Техникалық реттеудің негізгі мақсаттары мыналар. Бірінші, өнімнің, көрсетілген қызметтің, процестердің, адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Екінші, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Үшінші, өнімнің көрсетілген қызметтің қауіпсіздігіне қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын іс-әрекеттермен алдын алу. Төртінші, саудадағы техникалық кедергілерді жою. Бесінші, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Міне осы заңды қабылдауға қандай ішкі және сыртқы себептер ұйытқы болғанын білу өте маңызды. Мұның себептерін екі жағдайда қарастыруға болады. Бірінші жағдайда елдің техникалық заңдылықтарын дамыған шет елдердің заңдылықтарына мүмкіндігінше жақын үйлестіру. Тек қана осындай үйлестіру арқылы еліміздегі бизнес қазіргі замандағы
экономикалық кеңістікке кіре алады және барлық болып жатқан өзгерістерге дер кезінде құлақ асып, бәсекелестікке дайын болуға тырысады. Екінші жағдайда кәсіп иелерінің талпынысы мен азаматтық бизнесіне мемлекет тарапынан қойылатын артық әкімшілік кедергілерді болдырмау. Стандартта келтірілген санитарлық ережелер мен нормалар, құрылыс нормалары мен ережелері және басқалар өте көлемді және нашар реттелген міндетті талаптар кәсіп иелерінің жұмысын шектеп отырады. Осы орайға айтатын болсақ, стандарттауға негізгі түсініктеме берсек, стандарттау дегеніміз нақты қойылып отырған және ықтимал міндеттерге қойылатын көпшілікке ортақ, көп мәрте және ерікті пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы өнімге, көрсетілетін қызметке және процестерге қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге бағытталған қызмет. Стандарттардың мақсаты қызмет бағытын жетілдіру шарттарын белгілеу, нормалау, ережелеу, сипаттау, орындауды міндеттеу, сонымен қатар біріншіден өнімнің техникалық және ақпараттық сыйымдылығын және өзара алмасымдылығын қамтамасыз ету, екіншіден өнімнің процестердің қызмет көрсетулердің сапасын ғылыми-техникалық даму деңгейімен сәйкестендіру және сапа мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау. Үшіншіден, өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету. Төртіншіден, ресурстардың барлық түрін сақтау және ұтымды пайдалану. Бесіншіден, елдің қорғаныс қабілеті мен жұмылдырушылық әзірлігін қамтамасыз ету болып табылады. Енді осы стандарттаған дүниеміздің біз негізгі күтетініміз нәтижелері. Осы стандарттау саласындағы негізгі нәтижелер олар өнімнің, көрсетілген қызметтің және процестің функционалдық міндетіне сәйкестігінің деңгейлерін жоғарылату, халықтық тауар айналымында болатын техникалық кедергілерді жою, ғылыми-техникалық дамуға көмектесу және салааралық ынтымақтастықты нығайту болып табылады. Осыған сәйкес стандарттарға негізгі принциптер қойылады. Мұның негізгі басты принциптері мыналар. Бірінші, стандарттың ерікті және біркелкі қолдануына жағдай жасау. Екіншіден, ұлттық стандарттарды жасағанда халықаралық стандарттарды негіз ретінде қолдану. Үшіншіден, кедергі жасауға тыйым салу. Төртінші, әр жақтың мүддесін теңестіру. Бесінші, жүйелік принципі. Алтыншы, динамикалық принцип. Жетінші, стандарттаудың тиімділігі. Сегізінші, үйлестіру принципі. Тоғызыншы, стандарттаудың негізгі жағдайларын тұжырымды келтіру. Міне осы принциптерді қолдана отырып, біз стандарттың негізгі мәселелерін шешуге мүмкіндік аламыз. Осы мүмкіндік бойынша осы принциптерді орындарына келтіру үшін олардың негізгі функцияларын қарауымыз керек. Олармен жұмыс істеуіміз керек. Талдау әрекетінде олардың негізгілерін бөліп шығаруымыз керек. Енді сол стандарттардың негізгі функцияларын алатын болсақ, олар мыналар болып табылады. Біріншіден, реттеу функциясы. Мұнда объектілердің жөнсіз көп түрлерін ықшамдап шектеу қаралады. Екіншіден, қорғау немесе әлеуметтік функциясы. Мұнда өнімді шығарушылардың, тұтынушылардың, адамзаттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталады. Үшіншіден, ресурстарды үнемдеу функциясы. Яғни қорларымызды
қайсыларда болмасын қорды үнемдеу функциясы. Мұнда материалдарды, энергетиканы, еңбек және табиғи ресурстарды үнемді пайдалану мәселесі қаралады. Төртінші, ақпарат арақатынасқа байланысты функция. Бұл негізінде бізде көптеген ақпараттар түсіп отырады. Соған байланысты біз табиғи ресурстарды ұқыпты пайдалануға мүмкіндік аламыз. Бұнда техника, экономикалық және экономикалық байланыстарды нығайту өте қажет. Бесінші, цивилизациялау функциясы, яғни қоғамды дамыту функциясы деп аталады. Бұл адам өміріне қатысты көрсеткіштерді, өнім мен қызмет сапаларын белгілеу негізінде осы мәселені жақсартуға бағытталған жұмыс болып табылады. Ақпараттық функциясы қазіргі заманда кеңінен орын алған. Мұнда салаларды нормативтік құжаттармен, эталондармен, үлгілермен, өнім каталогтарымен қамтамасыз ету мәселесі қаралады. Және норманы бекіту, құқықты қолдану функциясы өздеріңізге белгілі. Мысалы, дәлдік функциясы бар. Осы екі функциясы бір-біріне үйлесе отырып, негізгі мәселенің құқықты қолдану жағдайын қарастырады. Қазақстан Республикасында стандарттау бойынша нормативтік құжаттар Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңымен жүзеге асырылады. Ол заңдар мыналар. Бірінші, Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты. Яғни, ода белгіленген, қабылданған стандартты біз іс жүзінде пайдалана білуіміз керек. Екіншіден, мемлекеттік техника экономикалық ақпараттар жіктеушілері. Үшіншіден, мемлекет аралық стандарттар, яғни бұнда қаралатын мәселелер ГОСТ дейміз ғой, ГОСТ мемлекеттік стандарт, классификаторлар, техника экономикалық ақпараттар, жіктеуіштер, ережелер және ұсыныстар қабылданады. Төртіншіден, бекітілген ретпен қолданылатын халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттар, техникалық, экономикалық тұрғыдағы әдістемелік ұсыныстар және стандарттау бойынша жасалатын ұғымдар мен ұсыныстар. Бесінші, ғылыми техникалық, инженерлік және басқа да қоғамдық ұйымдардың стандарттары. Алтыншы, ұсыныстар, яғни рекомендация дейміз. Әр әріппен белгіленеді бұл негізінде. Және фирмалық стандарттар, техникалық шарттар. Осы мәселелер түгелдей қаралып отырған жағдайда біз Қазақстан Республикасының нормативтік мәселесін құжаттарын іске асыра аламыз. Енді стандарттардың қандай түрлері болады десек, негізінде әрбір сала бойынша стандарттар болуға тиіс. Негізгі түрлері стандарттардың ол мыналар. Егіз қалаушы стандарт дейді. Бірінші, бұл стандарттарды ғылым, техника және өндірістің түрлі саласындағы әрекеттердің өзара байланысы және техникалық бірыңғайлылығын қамтамасыз ету мақсатында дайындайды. Екінші түрі өнім, қызмет стандарттары. Бұл стандарттар өнімнің, қызметтің нақты бір түріне немесе біртекті өнімнің, қызметтердің топтарға қойылатын талаптарына байланысты бекітіледі. Үшінші, жұмыс процесс стандарттары. Бұл мәселе өнімнің өмірлік циклінің түрлі кезеңдерінде жүргізілетін нақты жұмыс түрлеріне қойылатын талаптарды тағайындайды. Төртінші, бақылау, сынау, талдау әдістері стандарттары. Бұл негізгі мәселелердің бірі болып саналады. Өнім стандарттарында берілген міндетті талаптарды жан-жақты
және толығымен бағалауды қамтамасыз ететін бақылау әдістерін қолдануды ұсынады. Біз осы қандай жағдайда қарастырып отырған кезімізде, стандарт мәселесін талдау жасап отырған кезімізде, біз оның негізгі нормативтік қандай не нәрсе соған көңіл аударуымыз керек. Сондықтан стандарттардың нормативтік құжаты болып, негізінде бұлардың әртүрлі қызмет түрлеріне байланысты немесе оның нәтижелеріне қатысты мөлшерлер, ережелер, сипаттамалар, принциптер белгілейтін құжат. Бүгінгі таңда экономиканың қарқынды дамуының басты шарты бәсекелестікті өнімдерді шығару болып табылады. Яғни бәсекелестік ең негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Оған аса көңіл бөлу қажет. Бәсекелестіктің негізгі сапаға байланысты. Бәсекелестік көрсеткіштерінің мысалы баға, жеткізу мерзімі, қызмет көрсету, яғни сервистеріміз тағы басқалар арасында сапаның көрсеткіші 70%-ға жетеді. Қарап отырсаңыздар, 100%-ың 70%-ы сапаға кетеді екен. Яғни тұтынушылар өнімді таңдап алу шешіміне негіз болады. Сапаға байланысты кім болсын, қандай нәрселі болмасын, олар бірінші жағдайда сол сапаға байланысты таңдап алынды және қалғандары оған қосымша болып есептелінеді. Сондықтан да дамып келе жатқан елдер, мысалы айтайық, Турция, Қытай, Оңтүстік Корея, тағы басқа да дамыған елдер өнімдері, осы елдердің өнімдері өздерінің сапасына байланысты тұтынушылар арасында әрқашан үлкен сұраныста. Оны халық та біледі. Әлем нарығының ашықтығы бәсекелестікке жол ашты. Сондықтан олардың арасында тұтынушыға деген күрес жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Бүгінгі таңда әрбір тұтынушының бүкіл әлем өндірушілері тауарларын таңдап алатын мүмкіндіктері бар. Өнім дайындаушылар әлемдік нарықтағы өткір бәсекелестік жағдайына байланысты өз бұйымдарының жоғары бәсеке қабілеттілігін жоғарылатуға тырысу қажет. Бұл жағдайда тек қана жоғары сапалы және төмен бағалы өнім шығарған өндіруші ұтады. ТМД елдерінде машина саласындағы өнім сапасына көңіл бөліп қарастыруды 1990 жылдың аяғында бастады. Кәсіпорындарда өнім сапасының менеджменті жүйелері енгізілді, бірақ нәтиже айтарлықтай жақсармады. Оның себептері көп, бірақ оның ішіндегі маңыздысы ол жан-жақты білімді мамандарды даярлау болып табылады. Маман жеткілікті болса, істің бәрі оңтайлы болады. Әрбір маман өз жұмыс орнында сапа деген ұғымға көңіл бөліп, барлық технологиялық ережелерді, талаптарды орындаған жағдайда нәтиже оңынан шығады. Әрбір өндіріс саласының жұмыс орындарында жаңа ғылыми техникалық және тәжірибелік жетістіктерге сүйене отырып, стандарттау жүйелерін енгізіп дамыту нәтижесінде жоғары әлемдік деңгейге сәйкес талаптар орнатып, өнімдер өңделуі қажет. Стандарттау халықаралық ұйымы, ISO деп аталатын халықаралық ұйым, стандарттаудың ғылыми принциптерін зерттеу комитетін, стака деп атаймыз, ұйымдастырды. Ол 1952 жылы құрылды. Комитет алдында стандарттауға қатысты негізгі терминдерді анықтау, түсінігін беру туралы міндет қойылды. Бұл комитет жұмыс атқару кезінде келесі маңызды ұғымдарға көңіл аударуға тиіс. Мысалы, стандарттау, негізгі стандарт, мамандану, унификация, функционалдық және өлшемдік өзара ауысымдылық сияқты терминдерге анықтама
берілді осы комитеттің арқасында. Стако ұсынған осы терминдердің анықтамасы ИСО кеңесімен қабылданады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізінде осыған байланысты алынған. Стандарттау жұмысы атқарылатын деңгейіне байланысты халықаралық, мемлекетаралық, аймақтық және ұлттық болып бөлінеді. Халықаралық стандарттау бұл кез келген елдің құзыретті органының қатысуына жол берілетін стандарттау бойынша жұмыстар атқарады. Бұл стандарттау бойынша жұмыстардың нәтижесі қатысушы елдер халықаралық стандарттарды тікелей немесе дайындау кезінде, немесе қайта құру кезінде қолдануға мүмкіндік болып табылады. Мемлекетаралық стандарттау бұл мемлекетаралық мүдделерді көрсететін нысандар бойынша стандарттар жұмыстарын жүргізеді. Аймақтық стандарттау кезінде бұл мәселе әлемнің географиялық, саясаттық немесе экономикалық жеке аймағы көлеміндегі елдердің қатысуына мүмкіндік беретін стандарттау жұмыстары. Мұнда аймақтың және халықаралық стандарттау халықаралық ұйымдар мен соған сәйкес аймақтарда ұсынылған ел мамандары өкілеттіліктері жүзеге асырылады. Ұлттық стандарттау негізінде нақты бір мемлекеттегі стандарттау болып табылады. Бұл стандарттар мыналар: мемлекеттік, салалық, ассоциациялық, яғни қауымдастық, өндірістік, фирмалық және кәсіпорындар мен мекемелер деңгейіндегі жүзеге асырылатын стандарттар. Стандарттарды жасау реті негізінде техникалық комитеттік жұмыс стандарттарын жасаудан басталады. Негізгі біз жаңа айтып кеткендей, техникалық комитет осы стандарттың ретін келтіру үшін осы жұмысты негізін басынан бастап істейді. Мемлекеттік органдар мен ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, ғылыми-техникалық қоғамдар, кәсіпорындар, фирмалар, кәсіпкерлер өздерінің тіркелген стандарттары бойынша соларға сәйкес техникалық комитет өнімдерін береді, яғни техникалық комитеттердің негізгі шешімдерін іске асырады деген сөз. Оның нормативтік құжатты жасау қажеттілігіне негізделмесі болу керек, немесе бұрын жасалған стандарт жобасында қоса беруге болады. Өтінімдер негізінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты Қазақстанның стандарттау бойынша мемлекеттік жылдық жоспарын жасайды. Міне бүгінгі дәрісіміздің соңы осы. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.